Ертеде бір ешкінің жет лағы болыпты. Бір күні ешкі орманға баруға жиналып, лақтарын шақырып алып, ақылын айтады. Шырақтарым, ешкімге есік ашпандар, орманда қасқыр жүр. Мен келгенде, шырақтарым, лақтарым, аналарың келді, сүт әкелді деп әндетемін дейді. Осы кезде терезе сыртында тұрған қасқыр ешкінің лақтарына айтқан сөздерінің барлығын естіп алады. Ешкі кетісімен қасқыр есікті қағып, өзінің жуан әрі жағымсыз даусымен оның әнін айтады. Бірақ лақтар қасқырдың даусы екенін біліп, есікті ашпайды. Қасқыр саудагерге барып бор сатып алды. Бордың бір кесегін жегенде даусы аздап жімішкерді. Осы дауыспен ән айтып еді. Лақтар тағы алданбады. Қасқыр ұстаға барып, даусын жімішке ету үшін өзіне тамақ жасатып алады. Дауысы ешкінікі сияқты жіңішке болып шығады. Бірақ жаңа дауыстың да көмегі болмайды. Лақтар қасқырдың аяғын көріп қойып, есікті ашпайды. Қасқыр жылдан наубайшыға барып, аяғына себетін ұн сатып алады. Қасқыр есік алдына қайтып келіп, ақ аяғын лақтарға көрсетіп тұрып, әнге басады. Шырақтарым, лақтарым, аналарың келді, сүт әкелді, қорықпаңдар, есікті ашыңдар дейді. Лақтар қасқырға сеніп есікті ашады. Қасқыр үйге кіріп келгенде, лақтар жан жаққа қашып тығылып қалады. Қасқыр олардың бәрінде тауып жеп қояды. Кек біреуін ғана таба алмай қалады ол, сағаттың артына тығылған еді. Қарны тойған қасқыр ағаш көлеңкесіне жата кетіп ұйқыға кіріседі. Ұзамай ешкі үйіне оралады. Есікті итерсе, есік ашық тұр екен. Ешкі үйге кіріп, лақтарын шақырады. Аман қалған лақ қарсы алдынан шығып, болған жайды айтып береді. Ешкі мен лағы үйдің артына шығып қараса, қасқыр көгалда шалқасынан түсіп қорылдап жатыр екен. Ешкі мүйізімен қасқырдың қарнын жарып жіберіп, 6 лағын құтқарып алады. Бәрі де аман есен екен. Ешкі мен лақтары қатты қуанады. Қасқыр оянбай тұрғанда, ешкі оның қарнын паспен толтырып, қайтадан тігіп қояды. Шөлдеген қасқыр су ішпек болып құдыққа барады. Сол кезде оның ішіндегі ауыр тастар оны төменге тартып, қасқыр құдыққа құлап батып кетті. Осымен ертегіміз аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға көп рахмет.